Сәлем достар, сіздермен Аскербек және видео басталмас бұрын сіздерге Ернар и Дананың арнасын ұсынғым келеді. Бұл жерде олар өзінің жеке өмірлерін влог форматында қызықты қылып түсіреді. Сондықтан Ернар и Дананың каналына жазылыңыздар, комментарийге Аскербектен сәлем деп жазыңыздар. Сәлем достар, мен Аскербек деп айтпай қойын, менің Аскербек екенін бәрін білесіңдер. Каждый видеомда мен Аскербек деп өзім таныстырам. Бұл жолы айтпай қойын, мен алдында каналға сұрақтарыңызды жазыңдар деп бір арнап видео шығарғанмын. Сол видеоға бір примерно 500-дей комментарий жинап қойыпты, соның барлығына жауап беремін. Бірақ кейбір сұрақтар қайталанып кеткен, сондықтан оларға мен жауап бермеймін. Егер менің сұрағым қайда деп жазбаңдар деп жатқаным ғой. Так, бірінші сұрақ бізде Великий Чубактан. Ол жазады: жасың нешеде, қай жерде тұрасың, мектепте немесе колледж, универде оқисың ба, YouTube каналды қашан аштың және қандай мақсатпен дами берді. Так, менің жасым 17-де, мен өзім Байқоңыр қаласында тұрам. Байқоңыр қаласының барлығын білетін шығарсыңдар. Ол ең бірінші рет ракета ұшқан қала. Сосын мен мектепте немесе колледжде, универде оқимын ба. Мен мектепте оқимын, 11-ші класс, 10-ші класстан 11-ші классқа көшіп жатырмын. Так, мен YouTube каналды неге және қандай мақсатпен аштым. Так, біріншіден YouTube каналды ол кезде мен ашқан бұрында 2015 жылы мен қазақша топ рейтингі деп біз канал ашқан тұғынбыз. Сол кезде қазақ YouTube'ында мүлде видеолар аз болатын. Сол кезде біз 3 видео шығардық. 3 видеода жақсы 1000-1000-на жинады. Ол кезде 1000 деген бір маған көп көрсеткіш сияқты, көп көрсеткіш болып көрінді. Бірақ одан кейін менде YouTube'қа деген видео шығаруға деген қызығым қашып кетті. Ол кезде мен одан кейін рэппен айналысатын тұғым. Одан кейін барып мен осы жылдың 16 февралында, 16 ақпанда мен өзім осы Аскербек шоу деген каналды аштым. Бұл канал тек ғылымға толы және космосқа толы, не білімге толы, сізді бірдеңеге үйрететін және мағыналы видеолар, андай бір сағыз шайнап отыратын, не дашыректен істейтін бір видео емес, андай күнделікті әр нәрсені сөйлей береді. Тек арасына шығып тұрады, арасына шықса да ол сіздерге бір пайдасын тигізетін видеолар. Сол үшін аштым каналды. Келесі сұрақ бізде Избасар Дюсов. Айдың арғы бетін түсіріш сол жер аз зерттелген және қорқынышты деп естідім дейді. Мен айдың арғы беті жайлы видеоны шығардым каналда, осы 4 күн бұрын шығардым. Сол видеоны көр, сол кезде саған бәрі түсінікті болады. YouTube'қа қай жылы келдің, брат дейді, Ануар Бегимов. YouTube'қа мен осы жылы 16 ақпанда келдім. Одан кейін Иманғалим Мақсотұлы 15К құтты болсын дейді. Сұрақ: қазақ блогерлерінен кімді көресің? Экспо 2017 туралы ойың қандай? Мен 15К-дан уже асып кеттік. Мен 16400 подписчик болып қалды, уже 4-3 күнде сондай жиналып қалды, 15 мыңға қарағанда. Және сұрақ, бірінші сұрақ: мен қазақ блогерлерінен кімді қараймын? Қазақ блогерлерімен ешкімді сүйіп қарай алмаймын, өйткені барлығы күшті деп айта алмаймын. Арасында бірең-сараң тек қарайтыным. Үйті ол анда-санда былай рекомендованный немесе трендтерге шығып тұрғанын қараймын. Кім бұл, кім қазақша оқиды, қазақша видео түсіреді екен деп. Бірақ андай сапалы, съемка, звук, текст, сценарий барлығы сапалы болған кезде мен одан сүйіп көре бастаймын. бірақ ондай әзірше қазақ ютубында аз адамдар. Экспо 2017 туралы ойың қандай? Экспо 2017 туралы ойым менің негізі Экспо 2017 туралы ойым нормально былай. Так, одан кейін Pro Gamer жазып жіберіпті бізге: өз руың және нағашыларының руы кім? Ютубқа қандай мақсатпен келдің? Қызың бар ма? Құпия болмаса болды, осы сұрақтарыма жауап бересің деп үміттенемін. Сәттілік дейді. Менің руым кіші жүз әлемнің ішіндегі Жени деген руында болам. Ал нағашыларының руы Төртқара. Мен Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Байқоңыр қаласы да тұрамын. Вот, жаттап алыңдар. Так, келесі сұрақ бізде. Алтынбек Исмұханов: Астанаға Экспо 2017 көрмесі үшін бардың ба? Не үшін бардың ояққа дейді маған. Мен Астанаға Экспо 2017 көрмесі үшін келген жоқпын. Негізі бұл жаққа демалуға келген, бірақ артынан демалып шаршап кетіп мен осы жақта жұмыс істеп жатырмын. Өтірік айтпай қойын, мен бұл жақта қыдырып жүрмін. Экспо 2017 келдім деп жұмыс істеуге келдім. Жұмыс істегесін сол видеоларда кеш шығады, мысалы 2 аптадан кейін шығып жатыр видеолар мысалға. Вот солай кеш шығып жатыр. Айып етпесімді деп ойлаймын. Бекарыс Кенжебеков: сіз қалай бастадыңыз видеоблогерді және де кім себепкер болды дейді.
видеоблогерді қалай бастағанмын бағана айтқам, 2015-те сонда канал ашқам, артынан оны жауып қалды, сосын одан 2017-те мен қайта жыл ашылды. Содан кейін мен осы Аскербек шоуды аштым. Ал кім себепкер болды оған? Себепкер болған негізі менің ағам. Менің Нұрбол Аскербек деген ағам бар, ол бәлкім біледі, бәлкім білмейді кейбіреулер. Нұрбол Аскербек деген ағам осы ютубтағы мен каналыма видео түсірсе жақсы ғой, қазақ ютубында ондай жоқ, қазақ ютубында сен сияқты ешкім видео түсірмейді, егер сен ғылым жайлы, космос жайлы түсіре бастасаң. Ютубта ол кезде шынымен ешкім жоқ болатын, мен ғана тек түсіретінмін. Одан кейін жас блогерлер шыға бастады, космос жайлы түсіретін, аспан әлемі жайлы түсіретін. Сол кезде мен бірінші болып ақыр заман бола ма, бүкіл әлемдік ұлы апат, аспан әлемі қалай пайда болды, НЛО, осы видеоларды мен қазақ ютубында бірінші болып түсірген едім. Одан кейін басқа видеоблогер шығып, сол тақырыптарды қайтадан одан сайын айтып қойған, мен айтып қойған нәрсені одан сайын безіп тастады. Мен солай бастадым, себепкер кім екенін айттым жаңа. Так, подписчик қалай жинадым, басына дамиды деп ойладым ба дейді. Подписчик мен тез жинадым. Өтірік айтпай қойын, тез жинадым подписчик. Бастағанда маған қиын болды, артынан бірақ дамиды деп өзім сендім. Әр адам не бастағанда, не баста, YouTube канал баста, басқа неше түрлі нәрсе көп бастағанда, бизнес баста мысалға. Бизнес бастадысында өзіңе сенім керексің. Назерке Жұмажанова бізде ұзақ көп сұрақ жазып өтті. Неше қызбен жүрдің және аты кім дейді. Екінші сұрақ, сен қырыла аласың ба және неше баламен төбелестің. Так, үшінші сұрақ, сенің көшеден немесе үйіңе келген подписчиктерің болды ма? Сен кіші жігітсің дейді. Так, қараңдар, мен неше қызбен жүрдім? Бір қызбен жүрдім, атын айтпаймын. Құпия аты. Сен қырыла аласың ба және неше баламен төбелестің дейді. Мен қырыла аламын, неше баламен төбелескен есімде емес ол. Сенің көшеден немесе үйіңе келген подписчиктерің болды ма дейді. Үйге келген подписчик болған жоқ, өйткені мен адресін білмейді олар. Так, сенің көшеден таныған подписчиктерім болды, менің көрермендерім. Салам Аскербек, сен нешедесің, нешінші жылғысың, сен қай жерде тұрасың, ютубқа келген мақсатың, планета туралы өз ойың, маған сәлем жолдаш, сенің күтемін жауап. Осыны әлбетте видеоға шығаршы дейді. Асқар Тоқтамұрат. Нешеде екенімді айттым, қай жылғы екенімді, ол 2000 жылғым, понятно, сен қай жерде тұрасың айттым, ютубқа келген мақсатымды айттым, планета туралы өз ойым, планета кәдімгі. Маған сәлем жолдаш дейді. Асқар Тоқтамұрат, саған жалын сәлем Аскербектен. Али Зинелгабитов, маған сәлем жолда, сен ютубтан қанша табасың, сенің жасың нешеде дейді. Али Зинелгабитов, саған салам. Бізге Mad Traveling, Астанаға не үшін келдің дейді бізге. Астанаға мен жұмыс істеуге келдім. Асик деп қай қалада тұрасың дейді. Байқоңырда тұрамын. Қашан кетесің ютубтан дейді. Бақа кезет менен құтыла алмай жүр едім бақа. Ютубтан бір айдан кейін кетемін ютубтан. Оны айтамын, бір айдан кейін. Ютубтан 1,5 жылдан кейін кетемін шамалғышта. Bad Boy 07 саған сәлем. Оңайбай Балтабаев, сен сұрақтарын көпсін жауап бердім. Мен негізі аяғының размері неше дегенге жауап берейін, 42-ші размер. Егер тоғаныңмен аяқ киім алып бердім, сен 42-ші размер аласың ғой. Сосын Ақылбек Ораз, сенің сұрағыңа жауап бердім, саған сәлем. Сосын Аскербек шоуды неге қойдым? Аскербек шоуды өткені адам есіне қалады да, сөйтіп қойдым мен. Сұрақ көп, мен жауап бере алмайтын бәріне. Жаңбыр жауып кеттім. Үстіне киіп болсам, жаңбыр жауып кетті. Сосын сұрақ қалып жатса, мен келесі жауап беріп қалғандарына, окей? Ренжу болмасын. Үлгерген жауап бердім, салқындап кетті, астынан салқын қатты. Сосын топ қалдым да, сұрақтарыңа жауап тапқан шығарсыңдар. Қазір каналға қатар келеміз. Сіздер болған мен, Аскербек, Аскербек. Сау болыңыздар. Пока.